حامل القرآن. هل أتاك حديث موسى؟ ومحمد саған Мусаның хабары жетті ме? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Есіңде болса, қасиетті төр алқабында Раббысы оған бұлай деп үн қатқан еді. اذهبوا إلى فرعون إنه طغى. Перғауынға бар, өйткені ол әбден азғындады. فقل هل لك إلى أن تزكى. Бар да оған жамандық атаулыдан арылып тазарғың келеме деп айт. وأهديك إلى ربك فتخشى. Сондай ойың болса, оған Раббыңа тура апаратын жолды көрсетейін. Сонда оған тағзыммен мойынсынасың. Негізінен Муса алейхиссалам тек Исраил ұрпақтарына ғана емес, Перғауын мен оның еліне де тура жолды нұсқау үшін жіберілген еді. Олар Мусаның алейхиссалам сөзіне құлақ аспаған соң, Муса алейхиссалам өз қауымын Мысырдан көшіріп алып кетуге міндеттелген еді. فأراه الآية الكبرى. Муса Перғауынға барды да оған ең үлкен мұғжизасын көрсетті. فكذب وعصى. Алайда Перғауын оған сенбеді һәм қарсы келді. ثم أدبر يسعى. Онымен қоймай Мусадан теріс айналып дұшпандық әрекетке көшті. فحشر فنادى. Халқымен әскерін жинап алып үндеу тастады. فقال أنا ربكم الأعلى. Сендердің ең ұлық Раббыларың мына менмін деді. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Ақырында Алла оны бас салып ақиретте һәм осы дүниеде де баршаға сабақ болатындай етіп оңдырмай жазалады. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Шүбәсіз, мұнда Алладан тағзыммен именетін әрбір жан үшін ғибарат бар.